Қазіргі кезде хит болып жатырған кукис печеньесін жасаймыз. Бұл печеньені қымбатқа сатып жатыр. Сіздер үйде осылай оригинал рецептпен жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Алдымен салмасын дайындап қоямыз. Творожный сыр мен сахарный пудраны араластырып, осылай морозилкаға қатыруға қоямыз. Жұмсақ сары майға шекерді салып миксерлейміз. Оның үстінен бір жұмыртқаны салып, тағы да миксерлейміз. Құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. ұн, какао және қопсытқыш ас содасын қосып араластырып, осылай електен өткізіп саламыз, қамыр илейміз. Қамырымызға шоколадты осылай бөліктерге бөліп салсаңыз болады. Міне осымен қамырымыз жұмсақ, дайын болып шығады. Қамырды 7 бөлікке бөліп аламыз. Бөлгеннен кейін қамырымызды осылай қолымызбен баса отыра дөңгелектеп аламыз. Жаңағы начинканың ортасына салып, жан-жағын осылай бір-біріне біріктіріп шығамыз. Печеньені дайындап алдық. Осымен 180 градус қызып тұрған пеште 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Бірінші піскен кезде печеньеміз жұмсақ болып тұрады. Ары қарай сәл суытқаннан кейін өз қалпына келеді. Печеньені мен өзімнің сүйікті шайым Чемпион Кения Сансет шайын ішетін болғам. Құрамында ешқандай бояғыштар жоқ, дәмді, хош иісті шай. Бұл бізде қазіргі хит печенье кукис, сондықтан осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Рецепт ұнап жатырса, парақшама дәл қазір тіркеліп алу